Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен түрік халқының смит деп аталатын дәмді тоқаштарын жасаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Каналға тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыздар. Сонда сіздерге жаңадан шыққан видеолардан хабарлама барып тұрады. Ең алдымен ұнға 2 шай қасық қант, 1 шай қасық ашытқы және жарты шай қасық тұз, 20 грамдай сұйық май құямыз. Немесе зәйтүн майын құйсаңыздар болады. Жылы суды құйып, қамыр илейміз. Қамырымызды илеп алдық. Енді бетін жауып, 20 минутқа жылы жерге қоямыз. Қамырым 20 минуттай тұрды. Қолымды майлап аламын кішкене, және нан жаятын жерімізді майлап аламыз. Жақсы көтерілген, 6-ға бөліп алдым. Қолымызбен домалақ күлшелер жасаймыз. Барлығын осылай істеп шығамыз. Бетін жауып, тағы 15 минутқа қалдырамыз. Қамырым тұрды, кішкене көтерілген. Енді қолымызбен ұзынша етіп жайып аламыз. Жайып алған қамырды өреміз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, 2 ұшын біріктіріп, қолымызбен үстінен басып, қараңыздар, осылай өріп аласыздар. 2 ұшын біріктіреміз. Қолымызбен үстінен басып, тестамыз ашылып кетпейтіндей етіп біріктіреміз. Қараңыздар, смиттарымыз дайын. 100 грамм суға 1 ас қасық балды қосып, араластырып қоямыз. Енді табамызды қыздырып алып, ешқандай май құймаймыз. Күнжітімізді осылай араластырып, қуырып аламыз. Осылай сап-сарыға қуырып алыңыздар, өте қызартып керек емес. Суға смиттарымыздың 2 жағын аударып, енді күнжіт қаунатып аламыз. Тимей қалған жерлеріне барлығын осылай тигізіп, пергамент қағаз төселген ыдысымызға саламыз. Барлығын осылай істеп шығамыз. 180 градуста 15 минут пісіріп аламыз. Шамамен 12-13 минутта пісіп шықты. Қараңыздар, қандай әдемі, иісінің өзі қандай тамаша. Қалай күшті көтеріліп шыққан. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Төменге рецептін қалдырамын. Сіздермен болған Эльмира. Астарыңыз дәмді болсын.